Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ақжол KZ арнасы достар. Сіздерге көп рахмет, лайк басып арнаға тіркеліп жатсыздар достар. Өте ризамын. Бүгін біздер Мафия Қазақстан деген керемет серверде бір керемет көлік алатын боламыз достар. Сіздерге көп рахмет достар. Лайктарыңызды басып жатсыздар. Өте ризамын достар. Сөйтіп басып жүре беріңіздер достар. Аман болыңыздар. Так, бүгін біздер қандай көлік аламыз достар? Алдыңғы бөлімде мен джиптерге көлік жасаған болатын, яғни көлік деп обзор жасаған болатын достар. Бүгін біздер қандай көлік аламыз достар? Достар, осы геликті сатып алатын боламыз. Так, 36 миллион дейді. 36 миллион ба, сондай бірдеме достар. Саған достар, бұл геликті қазір біз кетіріп бір жерден шығарып алатын боламыз достар. Так, бұны енді білесіздер, тюнинг жасау керек, бұны әдемілеу керек достар. Есіктер шашылып отыр. Саған достар. Йо-майо, қазір сіздерге бұл геликті шығарам достар. Қараңыздар, йо-майо, бұл гелик деген керемет гелик қой. Қараңыздар достар, әппақ гелик. Қазір бұны до после қылдыратын боламыз. Саған бұл не емес, яғни қалай айтсам болады, брабус емес секілді басқаша гелик достар. Қараңыздар, жүрісінің өзі деген керемет қой достар. Бұл жерде хақ дейді біреу жүрген. Так, соқты қыспай жүре бер. Ей, байтыр. Қазір достар, біз бұған обзор жасайтын боламыз, яғни бұған тюнинг жасайтын боламыз достар. Обзор деп бұнғы. Так, достар, біз басқа қалаға баратын боламыз. Так, ол қай қала? Сан-Феро қаласы. Сіздерге көп рахмет достар. Лайктарыңызды басып жатсыздар. Күнделікті видео шығарған сайын достар. Біз келесі қалаға барғасын жалғастыратын боламыз достар. Ал ендеше кеттік достар. Так, достар, біз тюнинг жасайтын жерге де жетіп қалдық достар. Тюнинг жасайтын жер мына жерде достар. Міне Сан-Феро қаласына келдік. Өте керемет достар. Бұл аударылса қайттан орнына тұрады екен. Сондай машиналарда функция бар бұл серверде. Саған достар, қараңыздар, мына жерден мостқа секіріп кеткенсің ғой. Йо-майо достар, қараңыздар. Бұл жерден қалай шығамын енді мен, Так, бүйтіп аударылып қалай болса да шығып кету керек достар. Машинадан түсеміз. Бұл жерден былай негізі секірем ба деп ойлағам достар. Так, біз машинамызды кері шығарамыз. Телепорт. Саған достар, мен мынаны күтпедім достар. Йо-майо, қалай секіріп кеттім мен, Мынаның астымен өтеміз екен ғой достар. Так, бұл жерде тюнинг жасайтын жер. Өздеріңізде білетін шығарсыздар деп ойдамын. Мінекей достар, қазір бұған өте керемет до после деген керемет тюнинг жасайтын боламыз. Саған бұл жерде мана көрерменіміз ба, білмеймін достар, осы сервердің ойыншысы жүр. Так, бұған қазір біз керемет тюнинг жасайтын боламыз достар. Қазір біз тюнингқа кіретін боламыз. Ал ендеше кеттік достар. Саған достар, қараңыздар. Йо-майо, мына тюнинг деген қазір біздер деген спойлер дейді. Спойлер қай жері достар? Так, достар, спойлер деген яғни артқы жағы. Так, артқы жағын білем мен қандай болып тұратын. Так, оны сатып алатын боламыз. Так, передний бампер дейді, яғни алдым екен. Алды екен. Саған достар, йо-майо. Достар, таңалып қалдым, мынаны қараңыздар. Йо-майо, мен мына көлікті шын өмірде болғанда керемет болушы еді, достар. Сіздерде қалайсыздар ма? Геликтің фанаттары болса, яғни Мерседестің ұнататын жігіттері болса, лайктарыңызды басыңыздар достар. Задний фары дейді, артқы фарлары. Мен оны білем, артқы фарларын қазір сіздерге көрсетемін достар. Артқа қарай менде что-то білмеймін, жасамай тұр достар. Қазір криша дейді. Кришасы қандай екен достар, көрейік. Саған достар. Йо-майо, мынау деген кәдімгідей Спентерес деген ойында бір білесіздер ма? Сондай керемет не бар ғой, уаз бар ғой, сондайға ұқсап кетті достар. Сол есіме түсіп кетті. Так, задний бампер дейді. Артқа бампер, яғни екіншісін сатып аламыз, біріншісі ол өзгермейді достар. Тек қана біреу жасалады екен достар. Аксессуар дейді. Йо-майо достар, қараңыздар. Мынандай несі бар екен, яғни сеткісі бар екен алдында. Достар, мен таңалып қалдым ше. Йо-майо. Қазір біз екіншісін оны екен достар, багажник дейді. Бұнда екіншісін таңдаймыз достар. Бұл жерде тек қана бәрі біріншісі таңдалады екен достар. Ал көреміз достар. Достар, қараңыздар, бұған қазір біз тонировка қондырсақ вообще керемет болушы еді достар. Қазір біз тонировка қондырып алатын боламыз. Фарын қосамыз, бейтіп өшіреміз, қосамыз достар. Саған достар, йо-майо. Мынау деген мені кәдімгі таңғалдырып жатыр достар. Саған мына көлікпен шын өмірде жүрсең. Бұл жерде настройка білетін шығарсыздар. Так, бұл тюнинг жасамайды, екінші тюнинг. Мынау не еді достар? Мынау деген тонировка сияқты менімше. Әлде диск ма?
қателеспесем дискі достар. Иә, дискісі қандай дискі қоямыз достар? Негізі дискі қою қиындау маған достар, шынымды айтайын. Бірақ қойып қарайық достар. Қандай дискі, өзінің родной дискісі бар ма екен? Смело арна тіркеліп отырыңыздар достар. Лайктарыңызды басыңыздар. Бұған енді нормаль диск табу қиындау сияқты достар. Қараңыздар. Бәрі қымбаттау және де не таңдау қиын достар. Мұнда толып тұр. Бұның настройкасын келтіру өте қиын достар. Сондықтан біз шыға тұрамыз. Өзінікі тұра тұрсын. Артынан мен өзім өзгертіп алармын достар. Так, мынау деген достар, бұл тонировка менімше. Иә. Біз сені басамыз әдеттегідей достар. Қара цветті, әрине қара цвет таңдаймыз. Басқа цветті таңдамаймыз ғой біз. Және де мынаны бүйтіп көбейтетін боламыз достар. Достар, мынау деген. Мен мынаған ғашық болып қалдым достар. Шынымды айтайын достар. Мына көлік деген керемет достар. Смело осы үшін лайктарыңызды басыңыздар. Геликті ұнататын жігіттер болса және де керемет Мерседесті ұнататын жігіттер болса лайктарыңызды басыңыздар достар. Так, соңғысына барамыз. Бұл жерде номер. Қандай номер аламыз? Бұған енді бір керемет номер алу керек достар. Алдыңғы жолы мен Lexusқа да 200-ке де номер алған жоқпын. Сондықтан мынаған бір керемет 777. Бұл жер бармайды. 001 деп керемет көлік алатын боламыз. Так, қандай қоямыз? Осылай хан деп қойса қалай болады достар? Керемет емес па я достар? 01 деп қойсам или 06 келмейді хан деген достар. Онда деген қалай қойсақ болады? Так, А деп қоя салайық достар. 01 63 миллион дейді. Мәссаған ал дейтін ол. Так, аба десе 01 48 миллион кен. Бұда достар номерлер қымбат екен достар. Ақшамыз жетпей жатыр. Келесі бір бөлімдерде ала жатармын достар. Сіздерге осы бөлім ұнаса достар, смело лайктарыңызды басыңыздар және де геликті ұнататын жігіттері болса лайктарыңызды басыңыздар достар. Арнаға тіркелуді ұмытпаймыз достар. Келесі бөлім шықсын десеңіздер, смело бір 30 лайктан асырып тастаңыздар достар. Келесі бөлім шығаратын болам тезірек. Давайте достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Давайте достар, аман сау болыңыздар.